Сұлтан Махмұд Торайғыров, адасқан өмір. 5-ші кезең, мен өлік. Мен өлік, мен суық тән, менде жан жоқ, жүрегімде өмір жоқ, ыстық қан жоқ. Үміт жоқ, жек көру жоқ, махаббат жоқ, сезім жоқ, кірпігімді қозғар хал жоқ. Бетім түрі қараңғы, тіс сақиып, көзімнен жарық сөнген, тұр ақиып, жылылыққа таралып шіри бастап, суық болса сіресіп, бой қақиып. Мені апарып, жер бол деп, жерге қойды, жалғызбын, жарығы жоқ, көлге қойды. Мен жоқпын, мен деген бір саңырау көр, мінеки су топырақ басты бойды. Сонда жатып аздан соң мен топырақта жоқ сезім, тіл мен құлақ, бір дыбыс ала алмассың өмір бойы, қасымда отырсаң да жауап сұрап. Бәрібір қалған дүние не болса да, мәңгілік сезбестікті қылдым тұрақ. Ұмытылдым, жұртта сезбес жоқтығымды, тудым, өлдім, жоғалдым, сөнді шырақ. Бар болды деп сүйсініп, жоқ болды деп, ғаламның күйзелген жоқ міні құрап. Законы дүниенің билегенде, заман өтіп, әр түрге сүйрегенде, жер суып, жердің үсті мұзға айналып, күн сеніп, жерге жарық тимегенде, мен не түрде жүремін? Жауап берші, жер тозып, быт-шыт болып күйрегенде. Не болар топырағы жүрегімнің, тірліктегі ұясы тілегімнің? Не болар бәрін көрген көз топырағым, топырағы миымның, білегімнің? Тозған жердің атомы күлдей ұшып, жүргенде әлдеқайда барып түсіп, жаралатын жаңа жер, жаңа күнде, жан бітер ме мақұлық боп, тамақ ішіп? Әлде болар сондағы балыққа тән? Шыбынға аяқ, немесе бақаға сан? Не малға, не бір шөпке дене болып, не шаң боп ұшады ма кіре алмай жан? Не діндердің айтқаны рас болып, хор қыздары жүреме жанға толып? Қартаймайтын, өлмейтін өмір туып, шат қылар ма кетпестік бақыт қонып?